Қайырлы күн достар, сіздермен Айдана, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін өте дәмді малибу салатын дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: қызанақ, қияр, куриный филе, ірімшік және де осындай қатқан нан және де майонез қажет болады. Ең алдымен біз заттарымызды тураудан бастаймыз. Ірімшігімізді алып, ұзынша бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Ірімшіктеріңіз міндетті түрде қатты болғаны дұрыс. Одан кейін ұзыншаны осылай кішкентай 4-5 бөліктерге бөліп турап шығамыз. Барлығын бірдей етіп, бірдей формада турап аласыздар. Сол кезде салаттарыңыз өте әдемі болып шығатын болады. Ірімшігімізді турап алдық. Енді бұны ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға салып болғаннан кейін келесі куриный филе. Тұздалған куриный филені турауға кірісеміз. Оны да дәл жаңағындайдай 4 бұрышты кішкентай етіп турап аламыз. Барлығын біркелкі етіп турап алғаннан кейін бұны да ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға салып болғаннан кейін келесі кезекште қиярымызды турайтын боламыз. Қияр кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Менде осындай ұзынша түрі. Қиярымыздың бірінші жарты бөлігін турап аламыз. Одан кейін қалған екінші бөлігінде турап салатымызға қосатын боламыз. Қиярымызды турап болдық, енді ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға салып болған соң келесі екінші жарты бөлігін дәл жаңағындай турап аламыз. Енді қиярымызды турап болғаннан кейін қызанағымызды турауға кірісеміз. Қызанағымызды да дәл жаңағындай 4 бұрышты етіп турап шығатын боламыз. Қызанағымызды турап болдық. Бұны да ыдысымызға салып, енді үстінен майонезімізді қосамыз. Майонезді мөлшерлеп қосасыздар. Енді барлығын араластырамыз. Сол кезде біздің салатымыз дайын болады. Мұнда тұз қосудан қажеті жоқ, себебі куриный филе өзі тұзды болғандықтан салаттарыңыз ащы болып кетуі мүмкін. Ыдысымызға саламыз. Бұл жерде менде үлкен тарелка. Сіздер бұл жерден 2 порция шығарсаңыздар болады. Салатымыздың барлығын салып болғаннан кейін бетін қатқаннан, яғни керешкелермен сәндейтін боламыз. Керешкенің кез келген түрін қолдана берсеңіздер болады. Міне сонымен біздің салатымыз дайын. Сіздер де осы салатты жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Айдана, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.